көреміз осы жерде канал бар. Осы каналға тастап біз қармақтарымызды жайғастырып арнаға қосыламыз. İki aytamda kayıkka karabalık tasıp gittim sen dinde na. Şil bu tatlı. Assalamu alaikum. Erkek! Sazan! Assalamu alaikum. Qalайсыз, жақсысыз ба? Енді сазан ұстап тұрыш. Тоқтат. Тыныш тұр. Сегір ғой, маған айтты. Balık geliyor turağlarındır. Лохушка. Лоха mı? Лоха. Ah, balık mı? Şimdi лоха. Üst bastı oldu. Kешкі ужин бізде картоп болады. Тауықтың етімен тез дайындалатын. Әлбетте балыққа шыққаннан кейін тез тамақ жеп, балығымызды ұстап дегендей. Енді қазір жайғасып екі қармақ тастадық. Нұрекең ар жақта шиқылдатып отыр бір нәрсені әйтеуір. Қазір Құдай қаласа түсіп атса көре жатарсыздар. Қазірше асымызды дайындауға өзім кірістім ағайындар. Тағы да ассаламу алейкум. Fishing Hunting 17 көрермендері, оқырмандарымыз. Бүгін біз бөген су қоймасындамыз. Су жақсы тартылған. Өзі бір жақсы не бар еді? Арал. Островок дейді. Сол островокқа келіп қазір жайғасып асымызды дайындап жатырмыз. Жел болып тұрды ауда. Картопымыз уже
сырты жаңа ашыған еді. Өзім қармақтарын лақтырып қойдым. Бұл жерде макушатник жақсы жұмыс істейді деді. Көре жатармыз енді макуха жұмыс істейді. Шлаушанға жаңа осы жерде видеоны салатын боламын. 2,5 килодай сондай 2 килодай сазан шығарды шлаушанға. Қазір көреміз енді. Құдай қаласа толық еді. Біреулер жақтырады, біреулер жақтыртпайды осы сыртын. Негізі сыртында холестерин көп дейді. Сыртын жемей қойған дұрыс ол негізі. Мына Нұрекен уловы бірінші біздің пока трофей болып тұр где-то 600 граммдай шығады ау, жалпақ екен, жалпақ сазан. Қан Нұреке көрсетсеңші. Ой, красавчик. Шамал көрінбеуі мүмкін, бірақ сонда да ертең күндіз түсіріп жібереміз тағы да. Красавчик. Ал, бисмилля. Асымыз дайын бола берсін. Ау, кетті дауа енді. Ассалаумағалейкум ағайындар, мінекей бүгін 13 август қайтып жатырмыз. Кеше келдік, көрдіңіздер. Көргеннің жағдайы слабылау, әлсіздеу. Жаңаның бәрі лай екенін білесіздер. Сол жаңа видеодан көргенде 2 сазан түскен. Кішкентай майда лақалар, майда сазанчиктен түседі. Зачетный 2 сазан түсті. Олай слабый негізінде. Макухаға түсіп отыр ағайындар. Макуха, как положено, егер келеді, жаңағыдай нені төлейсіздер, утекпен төлейсіздер, сонымен балық ұстай бересіздер. Бірақ әлі де ерте сияқты мына жерде суды азайту керек па, или болмаса балық қалмады ма білмедім бұл жағын. Алдыңғы жылдағында емес, алдыңғы жылы осы уақыттарда қанша балықтар ұстап кетуші еді. Биыл что-то әлсіздеу. Сол бір дым жоқ болса да әйтеуір бір сіздерге контент түсіріп кетейін деп. Одан кейін шамалы біле жүрсін, не болып жатқанын, бүгін жағдай қалай болып жатқанын, балықшылар келіп жатыр. Сол 2 балық ұсталған, зачет 2 сазан кешеден бүгінге. Ағада 1-2-3-4 машиналар қалды қазір. Ары қарай не болатын бір Алла біледі. Ал келесі жолыққанша ағайындар, ассалаумағалейкум. Құдай қаласа жақсылықта жолығайық. Нұрекеңді шаршады, қармақпен ауысып. Қайттық, демалыс жақсы болды, Аллаға шүкір. Балық слабый бірақ. Едім балық түсті. Бірақ балықтар әдемі да, Нұрекеңнің балықтары түсті. Құдай қаласа жақсылықта да жолыға берейік. Арнамыздан алыстамаңыздар. Тіркеліңіздер YouTube каналынан. Құдай қаласа тағы да видеолар болады.